Қолды қанмен қамтамасыз ететін артериялар бұған асты артериясынан басталады. Бұған асты артериясы өз кезегінде қолқа доғасынан сол жағы тікелей, ал оң жағынан оң жақ иықбас сабауынан шығады. Бұған асты артериясы артерия субклавия деп атаймыз. Ол өз кезегінде жалғасады қолтық асты артериясымен. Артерия аксилярис. Ол өз кезегінде жалғасады иық артериясымен. Артерия брахиалис. Ал шынтақ шұңқырына келген кезде иық артериясы екіге бөлінеді. Сәйкесінше білекте орналасқан сүйектерге сәйкес атауы кәржілік артериясы, артерия радиалис, және шынтақ артериясы, артерия ульнарис. Кәржілік артериясын білудің клиникалық маңызы зор. Себебі кәржіліктің дисталды эпифизінде кәржілік артериясын сүйекке басу арқылы біз пульсті анықтаймыз. Келесі кәржілік артериясы менен шынтақ артериясы алақанға келген кезде бір-бірімен қосылып екі доға түседі. Беткей және терең алақан доға артерияларын артерия аркус пальмарис суперфициалис, артерия аркус пальмарис профундус деп атайды екенбіз. Сол доғадан алақанды және саусақты қанмен қамтамасыз ететін алақан саусақ және меншікті саусақ артериялары таратылады. Бұл видеода тек қана магистралдық ірі артериялар көрсетілген.